Таңғы асқа сырник әзірлейміз. Ол үшін бізге сүзбе, ұн, құмшекер, жұмыртқа, май және бір шымшым тұз керек. Сүзбеге тұз, құмшекер, жұмыртқа, ұнды қосып, жақсылап еземіз. Шанышқының көмегімен немесе блендердің көмегімен езуге болады. Қасықпен өлшеп, ұнға аунатамыз. Стақанның көмегімен сырникті домаландырамыз. Майға екі жағынан қуырып алып, жабық қақпақтың астында жай отта пісіріп аламыз. Өте дәмді сырниктер дайын. Асыңыз дәмді болсын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма подписаться батырмасын басып жазылыңыз.